шақырады биікке деп. Екінші шақырады Марал ханым дейді. Қайырлы кеш, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш Марал ханым дейді. Қайырлы кеш Ақтауға дейді. Ақтауға дейді. Ақтауға Алла қаласа 10 күні барамын. Сіздермен 10 күні кездесеміз, Алла бұйырса. Маска кию деген 200-лік ба дейді. Соны айтайын деп жатырмын, қазір бастайым, шамалы адамдар жиналсын. Соны айтамын әдемілеп. Маска кию деген 200-лік ба өзі? Не ол өзі маска кию деген? Қалай ол масканы киюді тоқтатамыз? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла кейіпке. Он адам жиналсын десем, бірі кіріп, бірі шығып атқандай. Болды, 10 адам жиналды. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме, жағдайларыңыз қалай? Міне кешкі серуен. Марал кешкі серуенде жүреді обязательно. Себебі мен жүрмесем, мен энергиям тасып, жан-жағыма шашыратып жүрем энергияны. Сондықтан постоянно энергияны мен не істеймін? Жұмсап отырам жан-жаққа, жақсы нәрселерге жұмсап отырамын. Ал кеттік ал. Бүгін азанда жүріске шықтым. Негізі таңғы эфирге шығып жатқан жоқпын. Негізі таңғы жүріске шығып жүрмін. Бірақ эфирге шығып жатқан жоқпын. Бұл жолы мен өзім үшін алдында таңда жүріске шығамда, содан кейін эфирға шығып кетемді, жүрісім жайына қалады, өзіме көңіл бөле алмай қалам, барлық нәрсені сіздерге айтып сөйтетін тұғым. Сондықтан енді қазір өзіме көңіл бөліп жатырмын да, көбірек өзім жаңағы жүріп, миымды тынықтырып, суымды ішіп, кітаптарымды оқып, балаларымды қасыма ертіп аламын, соларды бір жүргізіп деген сияқты көңіл бөліп жатырмын да, таңғы берекені өзім алайын деп, сол, енді сіздерге пайдалы болуға болады, бірақ ол жүріп келем деген өзіне уже сағат 9:30 болып қалды, сосын мен уже үлгірмеймін. Солай, сонымен енді кешкілік эфирға шығайын деп, кеше Астана қаласында тренинг терапия болды ғой. Енді терапиядан кейін мен кәдімгідей шаршаймын, қыздар. Кәдімгідей еш нәрсеге желание болмай қалады. Әлсіреймін да, өйткені ол терапия болған, бұл тренинг емес, қыздар. Мен тренинг жасап жатқан жоқпын. Тренинг башағанда кішігірім ғана болады да. Толыққанды мен терапия жасаймын. Сіздермен толыққанды жұмыс жасаймын. Ішкі блоктарыңызды, ішкі ауырсыну сезімдеріңізбен, ішкі бір тастар пайда болды, жүрегімде бірдеңке пайда болды дегенім барлығымен жұмыс жасаймын. Сондықтан 3 күннен бері мен только өзіме көңіл бөлдім, қайта энергия жинаймын. Солай. Енді маска жайлы айтайық, кеттік. Маска қызық болса, маска жайлы айтайық. Біз негізі үнемі маска киіп жүреміз. Оны сіздер өздеріңіз білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Бізде, мысалы, біз әртүрлі адам боламыз, Мысалға, біз далаға шыққан кезде, біз әдемі киінеміз, Үйде сөйлеп жүргенде біз не істемейміз, көшеде сөйлемейміз. Үйде балаларымызға айқайласақ, көшеде жүріп алып, біз кейде енді ашуланған кезде скрытая сторонамыз, ішкі әлеміміз шығып кетеді, сыртқа қарата. Сосын айқайлап жібереміз, дұрыс па? Сосын, в основном біз сыртқа қарата не қылған кезде, сыртқа шыққан кезде обязательно маска киеміз, Мысалға, ол масканың неше түрлісі болады. Мысалға, қараңыз, сіз үйде полный сіз ашықсыз, даже сіздің қандай екеніңізді үйдегілер біледі, маскасыз сіз кәдімгідей жүресіз. Но сіз достарыңыздың алдында басқа адамсыз. Сіз достарыңызбен күлесіз, ойнайсыз, анау-мынау
сөйтіп жүресіз. Содан кейін сіз туыстардың арасында мүлде басқасыз, сіз онша қырыңызды көрсетпейміз, үйді әдемілеп жинақ қоямыз, сосын тамағымызды істейміз, өзімізді жақсы көрсеткіміз келеді, дұрыс па? Ол да біздің бір маскамыз. Енді олай болмаса да болмайды, дұрыс па? Сен көшеде үйде отырып алып, быт-шыт киіммен сыртқа шыға алмайсың. Сол сияқты жаңағы үйде сөйлеп жүргенде сен бір жерге барып істей алмайсың. Сен өзіне тән ненді киесің, масканды киесің. Сыртқа шыққан кезде обязательно достардың арасына барғанда, мысалға, сен президенттің алдына барғанда қандай болып барасың, мысалға? Сен вообще күшті болып барасың, киінесің, боянасың, әдемі киіміңді киіп аласың, сөйтіп сен новый образыңды шығарасың, дұрыс па? Вот. Сол бізде жаңағы ол маска деген біздің блоктарымыз ғой, негізгі блогымыз, ішкі психологические блоки, эти наши маски. Мысалға, ол блок деген қалай? Сізді біреу бірдеңке деп айтып қояды, мені жаман деп ойлап қояды, мені дұрыс қарамай қояды, мен подружкаларым алдында төмен болып қаламын, бүйтемін де сөйтемін деген нәрселердің барлығы сол сенің ішкі блоктарың. Сол үшін сен не істейсің? Маска киесің. Чтоб сені солайынан айтпас үшін, сені жаман деп айтпас үшін сен сондай маска киесің. Дұрыс па, қыздар? Қалай бұлай? Күшті болып жатыр ма? Сонда маска киесің. Сен подружкаларың нені әбіржіп кеткен, ужас деп айтпас үшін сен барасында әдем киініп аласың, өзіңді білдіртпейсің, бір бақытты сияқты болып, күшті болып. Ал ішінде не болып жатады? О, деп үйіне келген кезде сен бүкіл масканы шешіп тастайсың, балдарға ұрсасың, айқайлайсың, тәпілеп киіне саласың, даже үйіңді де жинамауың мүмкін. Әйтеуір солай жүре бересің. Бірақ адамдар келетін болса, бүкіл үйді жинаймыз. Әдемі көрінгіміз келеді, маска киеміз уже. Күштілеп маска киеміз уже. Дұрыс па? Сол, сөйтіп уже обязательно маска киеміз. Сосын, что барлығы әдемі деп айтсын деп. Неге? Себебі біз жаманатты болуға қорқамыз. Бізді жаман деп айтып қалады деп. Бұл енді қоғамдағы бізді сондай бір неміз ол. Өйткені біз олай болмаса да болмайды. Дұрыс па? Сен бар подружкалардың арасына бар быт-шыт болып, үйдегідей аузына келген деп кекіріп отыра алмайсың, дұрыс па? Шамалы цивилизация ұстайсың. Президенттің алдына барғанда вообще бүйтіп қақайып, әдемі болып отырасың, дұрыс па? Бір бастықтың алдына барғанда вообще, біз өзіміз сонда әртүрлі бір маска киеміз. Ішкі әлемімізді жабу үшін. Сондықтан ал біздің ішкі әлеміміз тек үйде ғана көрінеді. Енді біз оны қалай жоямыз, қыздар? Енді біз оны қалай дұрыстаймыз? Қалай дұрыстаймыз біз ол маска? Негізі ол нормально. Енді біз әр жерде жүре алмаймыз ғой. Мысалға, мен терапияға барған кезде үйдегідей барып, тәпілеп барып, ұйықтаған шашыммен барып сіздерге жүргізе алмаймын ғой, дұрыс па? Шашымды дұрыстаймын, не қыламын, өзімді қалыпқа келтіріп сөйтіп әдем болып барам. Дұрыс па? Өйткені мен өзім соответствовать етуім керек. Сондай сияқты наши өзіміздің қоғамға байланысты сондай бір қалыптастырған дүние. Мысалға, біздің кішкентай кезімізде де айтты, әдемі киініп жүр. Далаға шыққанда әдемі киіну деген бізде бір ішкі бір нәрсеміз пайда болды. Әдемі киініп бар, біреулер күледі қазір, бүйтеді сөйтеді дегенге біз сонда әдемі киініп шығамыз. Түсінікті ғой, енді бұны қалай жөндейміз? Қалай жөндейміз, қыздар? Күшті болып жатыр ма? Күшті айтып жатырмын ба? Қараңыздар. Енді сіз үйде сыртта қандайсыз? Сыртта, мысалы, мәдениетті сөйлейсіз ғой, дұрыс па? Мәдениетті достарыңызбен араласасыз, мәдениетті сыйластықпен сөйлесесіз, ал үйге барған кезде айқайлайсыз ба? Дұрыс па? Хотя бы сіз сондай үйде бір 20-30% болуыңыз керек. Балаларыңызға сыйластықпен сөйлесуіңіз керек. Сыртта қандайсыз? Сондай балаларыңызға сыйластықпен сөйлесіп үйренуіңіз керек. Соның өзі сіз үшін не болады? Үлкен бір қайыр болады. Өз-өзіңізде солай тәрбиелейсіз. Сіз сыртта үйдегі дүниеңізді сыртқа көрсете алмайсыз, бірақ сіз ішкі дүниеңізді тәрбиелеуге болады. Қалай сіз үйде жүрсеңіз де балаңызға бір уақыт сыртта, мысалы, көрсеттіңіз ғой өзіңізді. Осылай әдемі, керемет екеніңізді, бір ұрыспайсыз, бүйтпейсіз. Мен осындай, мен ұрыспаймын деп айтасыз ғой, мысалға, мен күштімін деп. Сол нәрсені үйде жасайсыз.
бір уақыт кішкене балаларыңызбен сыйластықпен сөйлесесіз, күйеуіңізбен сыйластықпен сөйлесесіз, құрметпен сөйлесесіз. Көрдіңіз ба? Сол кезде сіз өзіңізді не істейсіз? Тәрбиелейсіз. Дәл сол сияқты сіз сыртта әдемі киініп жүресіз ғой. Әдемі киініп жүресіз, әдемі болып жүресіз. Үйде де сондай болуға кішкене тырысамыз. Түсінікті ма? Үйде де біз кішкене, сонда үйде де кішкене әдемі киініп, таза жүруге тырысамыз. Біз неге жұрт үшін әдемі болуымыз керек, біз үйде де сондай қалыпты ұстанып бастауымыз керек. Кішкене мен бұрын сонда халатпен салып жүре беретін тұғым. Ал қазір мен үйде футболка, там джинсы, немесе трико, сондай жаңағыдай спортивный киініп сөйтіп жүрем. Өйткені әлі жаспын ғой енді. Өзімді алансыз тастап жібергенмін да. Сыртқа шығатын кезде боянасыз ба? Үйде де қалыпты жүріңіз. Боян деп айтпаймын, бірақ шашыңызды дұрыстап, тарап, азанда тұрған кезде біз не істейміз? Шашымызды бүйтіп жинай саламыз ғой төбеге. Жоқ, үйіңізде азанда тұрған кезде шашыңызды тарап, өзіңізде үйдің өзінде әдемі жүруге тырысу. Түсінікті ма? Сыртта қандай маска киесіз, үйіңізде де сондай болуға тырысу. Сөйтіп өзіңізді сіз тәрбиелейсіз. Түсінікті ғой? Өзіңізді солай тәрбиелейсіз. Мысалға сіз мысалға мен сіздерге сыртқы көзге әдемі болып көрінгенмен, мен үйге барғанда, менде ұрсып қоятын сәттерім болады, менде де ұйықтайтын сәттерім болады. Вообще, сол кезде мен төмендеймін, мен өзімді байқаймын, мен төмендеймін. Мен сіздерге айтып өзім істемейтін болса, мен төмендей бастаймын, мен минусқа кете бастаймын да. Сондықтан мен өзіме сәйкес кимей бастаймын. Мен үйде басқа адам ғой, балаларыма ұрсып қоятын сәтім болады, не қылатын сәтім болады. Бірақ мен хотя бы 60%-ға дейін сондай болуға тырысам. Әдемі жаңағы ыдыстармен тамақ ішуге тырысам. Дастарханды фруктыға толтырып қоюға тырысам. Әдемі конфет печеньеларға толтырып қоюға тырысам. Қонақ келген кезде қалай күтеміз? Балаларымды да солай күтуге тырысамын. Что? Сырттағы жасаған дүниені үйіме де жасауға тырысамын. Сол кезде біз қалай не істейміз? Өзімізді тәрбиелейміз. Хотя бы 20% қыздар. Күніне азаннан кешкенен қызыммен, ұлыммен айналайын ботам деп сөйлесе алмасан да, бір 20% күніне бір мезгіл олармен просто әңгімелесіп, үлкен адам құсап отырғызып, қасына сөйлесіп деген сияқты. Күйеумен тоже самай. Бұрын сонда ол алкаш тұғын, сен үшін жаңағы бір жаман адам тұғын. Но осы бір Құдайдың бергені ғой, бір адам құсап қасына барып тыңдап көрейінші, не айтады екен осы деген сияқты. Менде бір танысым болды. Күйеумен не то тұғын. Не то болғанда қалай күйеумен ұрсып қала береді да, постоянно. Күйеу оған постоянно жақсылық жасайды. Сонда да ол ұрсып қала береді. Сөйтеді екен да, ол оказывается айтады, бір күні менімен кездесті да айтты, Марал деді да, мен оказывается вообще күйеуімді түсінбейді екенмін ғой деді. Не болды деп едім? Вообще түсінбейді екен. Бір күні барып қасына отырып, жаным деген жоқ, енді күйеуінің атын атап сұраған ғой, сен кішкентайында қандай арманың болды деп сұраған кезде, ол айтыпты, кішкентайымда мен әкем көп ішті, үйдің мазасы қасатын тұғын, анау мынау. Содан кейін мен өзім отбасым тыныш болса екен деп ойладым депті да. Менің арманым бір жұмыс жасап, әйтеуір тыныш отбасыда өмір сүру дейді да. Сөйтіп айтыпты, ё-майо, мен оны бай қылғым кеп жүр ғой дейді да, байытқым кеп жүр, миллионер қылғым кеп жүр. А оның арманында жоқ қой дейді да, миллионер болу. Ол тыныш отбасында келіншегімен бақытты өмір сүргісі келеді, ал мен оны миллионер қылғым кеп жүр ғой, өз ойымдағыдай адам жасағым кеп жүр ғой дейді да. Вот көрдіңіздер ма? Біз өзіміздің ойымдағыдай жасағымыз келеді, оларды вообще тыңдамаймыз. Мысалға мен күйеуімнен барып, сен кім болғың келеді, не жасағың келеді деп сұрамаймын да, өзімдікін пихат ете беретін болсам, екеуміз ұрсамыз да. Сондықтан кішкене сөйлесіп, сенің арманың қандай вообще? Кішкентайында не армандадың, кім болғың келді деген сияқты бір общий теманы тауып алып, кішкене сөйлесіп. Мысалға, түсініп жатсыздар ма, қыздар, жалпы күшті тақырып айтып жатырмын. Сондай болып кішкене жаңағы сыртта қалай жүресіздер, солай үйде болуға тырысатын болсаңыздар, соның өзі үлкен бір сіз үшін тәрбие болады. Өзіңізді тәрбиелейсіз. Мысалға, мектепке барған кезде балаларыңыздың апайына не айтасыз? Мен қараймын балаларыма дейсің ғой, мен күшті қараймын, вообще супер қараймын деп, бір әдемі, тәрбиелі атана болғың келеді ғой, Сол тәрбиелі атананы бір мезгіл жасашы үйінде.
мысалға сыртқа шыққанда сұлу болғың келеді ғой, сол сұлулықты күніне бір мезгіл өзіне жасаш, болды. Соның өзі сіздерге жеткілікті болады. Солай біз өзімізді тәрбиелейміз, қыздар. Сөйтіп біз өзімізді, сол маскамызды, сыртқа киген маскамызды үйде жасайтын болсақ, сол біз үлкен тәртіпке келеміз. Сіз кішкентай қазірден бастап балаларыңызбен жай сыйластықпен сөйлесетін болсаңыз, бір күнделікті жай күйеуіңізбен бір тіл табысатын болсаңыз, соның өзі сіз үшін бір үлкен бір жетістікке апаратын болады. Оның барлығы еңбек, қыздар. Сіздер бірден керемет болып кете алмайсыздар. Бірақ кішкентай жасалған амал сіздерді үлкен жақсылыққа шығаратын болады. Вот, түсінікті болды ғой, Кері байланыс жасайықшы. Енді қараңыздар, қыздар. Мен жаңағы «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітапты оқып жатырмын, Өте қызық кітап, керемет кітап. Ол деген енді мықты кітап екен. Өзім әлі тауысқан жоқпын, бірақ оқып жатырмын. Дұрыс айтасыз дейді. Вот. Өзімізбен айналсамыз, қыздар. Сіз сыртта емес, үйде әдемі болуымыз керек қой, негізі ше. Біз деген сыртқа керемет көрінгіміз келе береді. Біз үйде шаршаймыз ғой, енді біз робот емеспіз. Мен де кезінде сіздер сияқты болдым ғой, үйде отырдым, бала-шағаммен отырдым. Шаршайсың, ата-енеге тамақ бересің, күйеуіңді күтесің, күйеуіңді түнімен күтесің, күнімен күтесің. Бала-шағаларым бар, тем более, оларды сабаққа жібересің, деген күйбен тіршілік бітпейді ғой, қыздар ше. Шаршайсың ше. Бірақ сондай амалдар сізді жақсылыққа шығарады. Мысалға қараңыз, мен мысалға сол техникаларымды бұрын сонды жасамасам, өзімді сондай бір тәртіпке келтірмесем, мен мысалға неден бастадым? Мен бұрын сонды, енді біз макарон істей саламыз, бір картошканы қуыра саламыз, сөйтіп тамақ шай іше саламыз, май мен нанды қоя саламыз, сөйтіп жей саламыз, сөйтіп жүрдік қой. Содан кейін мен осындай нелерге қатысып, үйдің хотя бы дастарханнан бастап өзгерт деді енді. Сен мысалға қонақ келгенде қалай күтесің? Соны хотя бы үйінде жаса деді. Үйінде соны балаларына, қонақтарды қалай сыйлайсың? Бір мезгіл балаларында да солай сыйлап үйрен деді. Сол кезде мен дастарханымда хотя бы натуральный сок қоса бастадым. Екі түрлі салат жасаймын, натуральный сок. Бір күні Ташкент шайын қостым. Күнделікті қара шай мен сүтпен шай іше беретін едік. Бір күні мен Ташкент шайды қостым да, постоянно сүтпен шай іше бермей, азанда сүтпен шай, түсте Ташкент шай, кешке қара шай деген сияқты әртүрлі бір шайларды жасай бастадым. Мен күнделікті Ташкент шай ішкесін үйдегілер де үйрене бастады. Үйдегілер де үйрене бастады сол шайды. Соны қойш марал деп айта бастады. Сосын бір күні мен жаңағы апельсин мен лимоннан не қылдым, сок жасай бастадым. Дастарханыма сок қойып қоятын болдым. Бүкіл тамақты өзгертіп жібермесем де сок тұратын болды. Постоянно дастарханда сок тұратын болды. Постоянно сок ішіп жүрдік. Сол баяғы өмір сүріп жатырмыз. Баяғы у-шу, азанда балдар сабаққа жіберу, жаңағы күйеуіңді күту, тамақ істеу деген өмір өтіп жатыр. Бірақ бір өзгеріс енгізіп жатырмын. Бір өзгеріс, сок қойып қойдым дастарханға. Бұрында сок жоқ еді, қазір сокпен тамақ ішетін болдық. Сондай сияқты. Сосын бұрын сонды әдемі ыдыстармен ішпейтін еді, бір дастарханымды өзгерте бастадым. Бұрын соң біз кесіліп қалған, жыртылып қалған дастарханмен іше береміз ғой. Жыртылып қалған дастархан вообще тұрмайтын болды. Бәрін жыртып тастаймын, алып тастаймын. Новый дастархан, ай сайын новый дастархан жайып отырам. Әдемі дастарханда жайып отырам. Чтоб әйтеуір біздің дастарханымыз жайнап тұрсын деп, Сондай кішкентай нәрсе сіздің өміріңізге үлкен өзгеріс алып келеді. Бір күні сіз өзгеріп кетесіз, білмейсіз. Бір байлық келе бастайды, бір өзгеріс келе бастайды. Өйткені энергия работает, қыздар. Сіздер қозғалған сайын сіздер энергия обмен болып жатсыздар. И сіздер соны жасаған сайын өздеріңізге довольны боласыздар. Ризашылық халі бөлінеді. Сол ризашылық халі сіздің өміріңізге жақсылық алып келеді. Ал сіз жатып алып, әр курсты оқып алып, өзгермейтін болсаңыз, сізде өзгеріс болмайды, қыздар. Сондықтан өзгеру керек. Өзгерісті қолмен жасау керек, қыздар. Қолмен жатып алып жасай алмаймыз. Өзгерісті қолмен жасаймыз. Қандай? Кішкентайдан. Түсінікті ғой, кішкентайдан. Жақсы сөйлеп, жақсы жайлы жағдай өзімізден басталады.
құрметті өзімізден бастауымыз керек дейді. Светлана ханым, қалыңыз қалай, аман есенсіз бе? Міне Светлана ханым менің терапияма қатысқан келіншек. Светлана ханым мен терапияма қатыстық. Терапиядан автоматым өзгеріс болды. Осы кісіде Қызылордалық ханым жақсы ипотека жайлы консультация береді. Светлана деген ханым, мен белгілеп қоямын бүгін историяма. Соған кіріп консультация алыңыздар. Недвижимость жайлы жақсы консультация береді. Мен өзім содан консультация алып жүрмін. Түсінікті ғой, сразу өзгеріс болды. Ол түсінді, что осылай Роза деген ханым бар. Сол кісіде де қатты өзгеріс болды. Олар жыбырлай бастады да уже. Адам жыбырлай, пысықтау болу керек та, қыздар, жыбырлай бастау керек. Тыбырлап, қолына не келеді? Bir соқ жасау келе ма, дастархан қойып қой, bir соқ жасап. Пирог жасау келе ма, пирогты қойып қой. Сөйтіп, күнделікті рационда бір адамдарды қуантатын амал болу керек сенде. Адам біз бұл өмірге қызмет ету үшін келдік. Қызмет деген ол құлшылық ету үшін келдік. Құлшылық ол біздің қызметіміз. Қызмет деген біз пайдалы болу үшін келдік. Ал пайдалы болу үшін біз не істеуіміз керек? Адамдарды қуантамыз ғой пайдалы болған кезде. Сол олар риза болған кезде сенің жолың ашылады каким-то. Олар сені жек көре берсін, сен енен жек көре берсін, сен қайнапан сен өсектей берсін, сен жаман. Неважно, не істесе де, без разницы. Сен өзін оларды риза қылатын халді. Енді азаннан кешке дейін риза қылмай қойш, күніне бір торт жасап бер, бір чай, Ташкент чай, олар подсознательно риза болады саған. Саған рахмет деп айтпаса да, ішкі әлемі риза болады. Балаларыңды қуатшы, балаларына бір әдем бірден келер шоколад, анау-мынау немесе күшті нәрселер әкеп берші, олар риза болады. Мама, рахмет деп ше. Сол хал, сол состояние сіздің өміріңізге, ризашылық халі сізге не алып келеді? Өзгеріс алып келеді. Өміріңізге ризашылыққа сен жолын ашыла береді, карман тазалай бересің. Түсінікті ғой қыздар? Мына қараңыз, біз бәрі бір сыртта керемет болып көрінген келгенмен балалар алқап қоюға болады дейді. Я, конечно. Мысалға енді жаңағы керемет болып көрінгің келеді, бірақ балаларын көрсетіп қояды ғой, қандай екенді шын мәнісінде, иә, дұрыс па? Сондықтан керемет болудың да қажет жоқ, қыздар. Просто өзің үшін өзгеруің керек та. Шынымен де Алла разылығы үшін жаңағы шынымен сондай адам болуға тырысу керек. Айтады ғой, болмасан да ұқсап бақ дейді ғой. Бір ғалымды көрсеңіз деп Абай атамыз айтады ғой. Болмасан да ұқсайықшы деп ше. Мен бұрын сонда айтатынмын. Болмасан да ұқсап бағайыншы осы. Хотя бы ұқсауға тырысайыншы деп ше. Үйім аударылып жатады ғой, қыздар. 7 бала ғой. Үй деген аударылып жатады. Киімдер, ойыншықтар, одан қалды қонақ біздің үйден арылмайды ғой. Үй аударылып жатса да үйге қонақ кіріп шығып жатады ғой, азаннан кешке дейін. Соның өзінде мен эфир жүргіз адам ғой, қыздар. Мен шын айтам, аударылып жатады. Сөйтіп жүр, бір нәрселер жасап жүрем да. Түсінікті ма? Мен шындығым осы. Мен сіздерге постоянно тиктокта да айтам. Мен керемет тазайын адам емеспін деймін да. Бірақ соған ұмтылып жатырмын деймін. Мен сіздерге айтам ғой, бұл факт деп айтам ғой. Бұл факт. Шындық бұл. Бірақ шындық өзгереді. Мен соған қарата бара жатырмын деп айт деймін ғой. Түсінікті ма? Өз-өздеріңізді шандата бермей. Ой, мен осындаймын, мен мұндаймын. Я, мен сондаймын. Мен қазір бұл мен шындығым. Бұрынғы өмірде сондай ойлармен өзім жасап алдым. Бірақ бұл өзгереді деген сияқты. Мысалға мен түсіндім да, что көп ақша тапсам, көп не қылсам, мысалға менде ақша болса, ертең бизнесім жүріп кетсе, мен үйді тазалайтын адам жалдай салам. Мен жаңағы нені ыдыс-аяқ жуатын адам жалдай салам. Маған қиын емес. Ол кезде сол үшін мен не істеуім керек, әрекет етуім керек екенін түсіндім да. Қазір шындық, мен бала шағам көп, үй шашып тастайды, анау-мынау қыртылдақ-сыртылдақ нәрселер көп енді. Бірақ ой, мен үйім шашылып жатыр. Бірінші жаңағы үйді тап-таза ұстауым керек, сосын жетістікке жетуім керек деп. Ол бұрын мама айтады, бірінші өзіңді дұрыстап алмай, үйіңді бүйтіп алмай, сыпырып алмай, тазалай алмай, жетістікке өтірік әңгіме оның барлығы. Сондықтан сен сол нәрсені өзгертуге әрекет жасап жатсың. Түсінікті ма? Сен сол нәрсені өзгертуге, өзінің шындығынды өзгертуге әрекет жасап жатсың. Түсінікті ғой? Сондықтан енді қазір мен мысалға клининг компанияға шақыра салам, ол жуып тастай салады, келеді, жуып кетеді. Аптасына 3 рет бір келіншекті жалдап жатырмын, Құдай қаласа, келеді, аптасына 3 рет кетті, үй жинап кете салады. Кірлерін жуып жайып кете салады. Ол уже мен оларға төлеймін. Маған уже мен үйім жинамадым, мен жаман адаммын деп мен уже ойламаймын. Түсінікті ма? Бұл шындық бірақ өзгереді. Мен сіздерге айтам ғой, сондықтан қазірден бастап амал әрекет жасай беріңіздер.
ақша табуға, тұлға болып өсуге, өзіңізді дамытуға, өзіңізді тануға кітаптар оқып, саналы адамдар, қыздар, санасы биік адамдар, олар, мысалға мен терапияма адамдар келет, қыздар, олардың ше нелері бар, бизнестары бар, кәдімгідей миллиондап ақша тауып жатқан ханымдар келді мен терапияма. Олар мені менсінбей бүйтіп қарап отырмайды. Олар еп Марал ханым деп прям амандасып, жаңа не істейді да? Жаңа не істейді. Ал бүйтіп кейбіреу келеді бүйтіп отырады деп мен сынап отырады да, олар өзінің ішкі әлемінде өз-өзін кемсітіп отырған адамдар, өз-өзін әркіммен салыстырып отырған адамдар. Өз-өзін әркіммен салыстыратын адам біреуді де салыстырады да. Ал өз-өзін сыйлайтын адам ол ешкімді не істемейді, салыстырмайды. Мысалға мен ешкім біреудің кемшілігін іздемеймін. Мен так мен өзім кемшілігін тасып атқанда мен біреудің кемшілігін іздеймін ба? Мен ешкім кемшілігін іздемеймін. Сондықтан мен кемшілік іздемеймін. Саналы адамдар кемшілік іздемейді. Саналы адамдар олар уже түсінеді да, ол адамның, әр адам әртүрлі екенін, әр адамның қабілеті әртүрлі екенін түсінеді олар. Мысалға сіздердің әрқайсыларыңыз жеке тұлғасыздар. Мен өзімді сізбен салыстыра алмаймын. Себебі сізге Алла тағала басқа қабілет салып берді. Сіз басқа, ДНК-ңыз басқа, сіздің энергияңыз басқа, сіздің неңіз басқа, сіз басқа адамсыз. Мен өзіммен салыстыра алмаймын. Мен басқа адаммын. Сондықтан бір адамға сәйкес келмейтінін біледі. Сондықтан олар салыстырмайды. Біреулер салыстырып отырады, келеді ананы бүйтіп, мынаны сөйтіп деп ше. Мен мысалға, сондықтан қыздар ешкіммен салыстырмаңыздар. Әр адамға ғашық болыңыздар. Ғашық болыңыздар мына әлемге. Әрбір істеген ісіңізге ғашық болыңыз. Азаннан кешке дейін ғашық болмасаңыз, бір істі бір қанағаттандыратындай, бір өзіңіздің құмарыңыз қанатындай сөйтіп жасап үйреніңізші. Бір-ақ істі. Сондықтан соның өзі, жаңа айттым, ризашылық халі. Хотя бір тортты жаса. Прям енді махаббатпен, мейіріммен осы бір керемет қылып жаса, біреуді қуанту үшін ше, сөйтіп жасаш, соның өзі сенде толқынды хал бөлінеді. Не деп жатыр? Рахмет, Алла разы болсын сізге дейді. Күшті дейді. Алла разы болсын, бақытты болыңыз, керемет, күшті түсіндірдіңіз дейді. Қыздар терапия өтіңіздерші дейді. Алла разы болсын дейді. Вроде бы мелочь, сок, шайдың несін өзгерту, но все, ну надо же, керемет, рахмет жаным, күшті дейді. Расымен де керемет жанадан дейді. Ерекше балам өзгеріп тұр, себебі таңертең шағы жасаймын 2 сағат дейді. Машалла, тоқтамай. Қазір миллионер жанағы самый богатый человек в Вавилоне дегенін шамал отрывогын айтам қазір, Өткенде басын айттым ғой. Енді жалғасын айтам қазір. Мен сол күйдемін, осы кезде 5 бала аударып жатыр дейді. Вот, аудара берсін, ештеңке қылмайды. Өзіңізді занимация етуді тоқтатпаңыз тек. Кітап оқыңыз, таңғы жүріске шығыңыз. Бір мезгіл, күніне бір мезгіл өзіңізге уақыт арнаңыз. Кешкілік медитация жасап жатыңыз. Өзіңіздің санаңызды өзгертіңіз. Сіз өзгерсеңіз, балаларыңыз өзгертеді. Бүгін менің 2 класс оқитын балам айтады. 7 майға подарка алып бергіміз келген ғой. Соған айтқам ғой, балам санандай су ішетін құты алып берейін ба дедім да. Сол күреске барған кезде ішіп жүресің деп едім. Сол балам бей деп айтады. Мама дейді, құтыны не істеймін дейді, су ішіп былайынша баклажкаға құйып алып кете беремін ғой дейді да. Маған кітап алып беріңізші дейді. Мен кітапты оқысам білімді боламын ғой дейді. Құтыдан білімді болмаймын ғой дейді. Көрдіңіздер ма? Вот, сондықтан сіз өзгерсеңіз, әлем өзінен өзі, сіз ғой өзгертпейтін, Алла өзі өзгере береді да. Алла өз бір, сіз өзгерсеңіз, сізден көреді да өзгерісті олар. Сосын сізге ұқсағысы келеді олар. Түсінікті ма? Менде де сондай үй жина шашылып кетті дей берем дейді. Бәріміз де сөйтіп айтамыз. Үй жина шашылды, жина. Әйтеуір жаңа менің жұлдыз бар ғой. Сол айтады да, жұлдыз айтады да, Марал дейді, жаңағы үйіміз шашылмайды да ғой дейді, анандай ағып атқан жоқ қой дейді да, боғымыз ағып быт-шыт болып атқан жоқпыз ғой, просто бізге солай көріне береді дейді да. Дәл сондай ғой, өзімізге солай көріне береді ше, ашылып атқан жоқ, ағып атқан ештеңкеміз жоқ, бәрі тап-таза. Бірақ енді үй болғаннан шашылады ғой, киімін шашып кетеді, ыдыс-аяғын жаңағы тай тамақ ішкесін шашылып қала береді. Сондай мен деген қыздар гарра ыдыс-аяқ жуғам ғой. Білесіздер ма, 2 тойдың ыдыс-аяғын жуатын тұғым күніне. 2 тойдың ыдыс-аяғы. Даттаво, бір күн мынандай жағдай болған ғой. Короче, қайнағаларым келіп жатыр. Біздің үйде қонақ арылмайды ғой. Мен енем көпшіл әйел да енді. Қонақ арылмайды. Бір күні өзім 7 балам бар.
қонақтар кіріп шығып жатыр. Содан менің күйеуімнің досы бар, соның келіншегі келген. Содан келді да отырды. Тамақ бердім, бәріне шай бердім, сөйттім да гарат саяқты қойып қойдым да өлең айтып жуып тұрғанмын ғой. Сөйтіп еще әңгімені де жіберіп жатырмын, анамен күштілеп әңгіме айтып жатырмын. Сөйтсем, Марал дейді, ужас дейді, не болды десем, мен шошып жатырмын дейді ғой. Мен үйде 2 ыдыс жууға ерінем дейді ғой. Мынау деген 2 тойдың ыдысы ғой, масқара, еще ренжімейсің дейді ғой. Өлең айтып жуып тұрған не дейді ғой. Енді ол жерде тоже маска кидік мысалға. Жұрттың көзінше ұрыспайсың ғой, дұрыс па? Ана жерде барып, бақырып, ұрсып, демейсің ғой, дұрыс па? Сен есен жаңағы жуып тастады, ешкім мазасын алмас үшін. Дәл сондай амалды үйде жасау керек енді. Ешкімге ренжімей, ешкім жоқ кезде, ешкімге ренжімей, ыдыс-аяқ жуып үйрену керек та. Күніне 1-2 мезгіл. Вот, сол кезде, көрдіңіз бе, ризашылық халі бөлінеді. Үйде бір атмосфера өзгереді. Бізде энергияны алдай алмайсың, қыздар. Энергия бәрібір жұмыс жасайды. Сен мысалға 30 күн бойы ұрса берші, бір хадистерде келеді ғой. Бір күн ұрыс 40 күн керіс деп айтады ғой. Мыналар да менімен жалысып кетті ғой. Бір күн ұрыс 40 күн керіс дейді, ол просто энергия ғой. Кете қолмайды да. Жаңағы не деп. Бірақ енді, ой, бір күн ұрыс 40 күн керіс, бүгіннен кейін 40 күн бойы керіс болады деп отыра беруге де болмайды. Әр қарата күнделікті, жарайды енді тәуекел ұрсып қойдық, енді не істейміз енді деген сияқты қылып, жеңіл қабылдау керек та. Вот, көрдіңіз ба? Бәсе, бастағыңыз келсе, ниеттеріңізді жаңартып, терапия өтіп, бастаңыздар, жолдарыңыз қалай ашылған білмей қаласыздар дейді. Машалла. Бүгін жаңа историяға қойдым. Бір келіншек айтады, терапиядан кейін өзгеріс болды менде. Автоматым күйеуім iPhone алып берді, жаңа киімдер алып берді, отношениесі өзгеріп кетті. Бір ақшадан да өзгерістер пайда болып жатыр дейді. Олар қыздар ашық болып келген қыздар. Мен ашық болып келген қыздар да, прям терапия мені жақсы көріп, ашық болып, прям сөйтіп келген қыздар. Кеше Алматы қаласында өткен кезде, осыдан 1 ай бұрын бардық Алматыға. Ана қыздарды көрсеңіз, өте бір осознанный қыздар, білім алған қыздар, кәдімгідей прокачанный дейді ғой, сондай қыздар келді. Бірақ әрбір сөзімді тыңдап отырды ғой. Әрбір сөзімен мұқият қарап тыңдап отырды. Өздері столдарды тасыды, өздері отырды, өздері не қылды. Мені сынаған жоқ та. Кейбіреулер болады, бүйтіп кіргеннен бастап бүйтіп отырады. Ол өзінде блок. Ол менде емес ол. Өзіне блок қойып алады, сынап отырады. Ой, мына не жасайды, түрін қарсай, дым, столы да дайын емес, өзі кешігіп жүр деген сияқты өзіне блок қойып алады да. Содан кейін оған өтпейді, не айтсаң да өтпейді. Кешке дейін сол жүреді сонымен қайтады. Мына жерін жібермей қайтады да, сонымен кетеді. Оны просто басып ашып жібересің. Бәрібір қыздар терапиядан результат болады. Хотите, не хотите, 3, 6, 9, 12 ай көлемінде мен ашып жіберем бәрібір. Кешеде мысалға қасарысқан қыздың өзін ашып жібердім ғой, Астана қаласында. Ол мойындамай ақ қойсын, ол өзгеріс келеді, Алла тағала есіне түсіреді оны. Мен мысалға бұрында бір терапия алғанмын Қызылорда қаласында. Мен ұмыт кеткенмін ғой, Алла тағала соны есіме түсіріп тұр ғой мені. Бүгін есіме түсіріп тұр да, мәссаған деп, сонда әсері болған шығар деп ойлап жатырмын да бүгін. Вот көрдіңіздер ме, Алла тағала еске түсіреді. Мысалға мен ванна жуу техникасын айтатын едім ғой. Ванна жуып жүрген кезде, Алла тағалам, ваннамды жаңа таза жерде, таза неде жуынуды, таза үйде отыруды нәсіп ет, Алла тағалам деп сөйтіп үйді жуатын едім ғой енді. Ата бабадан келе жатқан карман болса, жаманшылық болса, соны тазалай көр, Алла тағалам, соны жақсылыққа шығара көр, Алла тағалам деп сөйтіп күніне 1 мезгіл сөйтіп тазалайтын үй жинаған кезде. Бір күні осы жақта тап-таза ваннаны жуып атқан кезде Алла тағала соны есіме түсірді. Соны Алла тағала не істеген? Қабыл еткен. Көрдіңіздер ме? Алла тағала жақсылықты бердім деп есімізге түсіріп тұрады. Ал біз ұмытып кетеміз. Біз сорлымыз ғой, әлсізбіз ғой, ұмытып кетеміз, бәрін ұмытып кетеміз. Бізге күйеуіміз қанша жақсылық жасады, соны ұмытып кетеміз. Тек бір түйір жаманшылық жасаса бүйтіп қаламыз соған, е? Ал бізге қаншама жақсы, осы күнге дейін қаншама әйтеуір барлы жоқты бізді асырап жатыр қолынан келгенше. Балаларына әке болып жүр, мысалға. Қаншама жақсылық жасады. Біз көрмейміз. Бірыңғай әйтеуір жаманшылығын көре береміз. Адамдардың мысалға
қасымызда ұрсып жүрген адамның өзін қарасаң, көп нәрсе істеген, балаларына қарап берген, бір нәрселерге көмектескен, сондай бір жақсылықтары бар да. Бірақ біз күнде оларды көріп жүргесін изжога болып кеткенбіз ғой, короче. Жақсылығын көрмей қоямыз. Терапия қанша алғым келеді де жекеге шығамыз қыздар, я? Балдарыма ұрсып айқайлап алып өкінем дейді. Кешіріңіз өзіңізді. Балаларыңызға ұрсып алып айқайлайтын болсаңыз, кешіріңіз өзіңізді. И өзіңізді ұрыспауға тәрбиеленіз. Бірінші кешіреміз қыздар. Мен өзімді кешіремін деп кешіріңіздер өздеріңізді. Балаларыма ұрысқаным үшін. Өйткені өткен өмірде ұрыстыңыз. Мен 1 сағат бұрын ұрыссам, ол уже өткен өмір. Бізде қазіргі сәт қана бар. Болашақ жоқ, анау жоқ, қазіргі сәт бар. Мен қазір сөйлеп отырмын, мен өмір сүріп отырмын. 1 сағаттан, 1,5 сағаттан барым ба жоқпын ба білмеймін, Алла біледі. Сондықтан біз қазір ғана бармыз, дұрыс па? Не істейміз енді? Сол өткен өмірді ойлап қинай беруді өзіміз тоқтатамыз. Өзімізге айтамыз, я ұрсып қойдым деп мойындаймыз бірінші. Ұрсып қойдым деп. Аллахым кешір мені, ұрсып қойдым, мойындаймын. Мен осындаймын, мен жаман анамын дейсіз ба? Негізі жазу керек. Мен онлайн терапияма жазылсаңыздар, сол жерде мен сіздерге проработка жасаймын. Сіздерді босатам сол өкпе реніштерден. Сол жазасыз, өкінесіз, е? Босатасыз. Мойындайсыз бірінші, екінші кешіресіз өзіңізді. Мен бүгін өзімді кешіремін. Я әлсіздік таныттым, себебі мен әлсіз пендемін, ұрсып қойдым, бүйтіп қойдым. Бірақ мен өзімді кешірем. Ұрсып қойсам да, оларды тастаған жоқпын, қасындамын. Ұрыссам да, мен оларды асырап жатырмын. Ұрыссам да, солармен бірге мен оларды жақсы көрем. Жаман болсын деп ұрысқан жоқ. Мен бүгін оны кешірем. Бұдан кейін бірақ уәде берем, қайталамауға тырысамын деп. Вот түсіндіңіздер ме? Мойындайсыз, өзіңіз кешіресіз, артықшылығыңызды айтасыз. Қазір сіз өзіңіз жеп тұрсыз ғой, ұрыстым деп өзіңіз жеп тұрсыз ғой. Енді ұрыстым деп жеп тұрған кезде сіз өзіңіздің жақсылығыңызды көрмейсіз. Сондықтан өзіміздің жақсылығымызды көретіндей амал айтамыз. Өзімді, зато мен оны тастаған жоқпын. Зато қастарындамын, тамақ шайларын істеп беріп отырмын. Ұрыссам да оған жақсы болсын деп ұрыстым. Мен бүгін өзім кешірем. Енді өзімді жеуді тоқтатам. Бұдан кейін қайталамауға тырысам. Өзіңізді тәрбиеленіз. Ұрысқыңыз кеп тұрған кезде барыңызда жата салыңыз. Қатты агрессияңыз көтеріліп тұр ма? Барыңызда жата қалыңызда медитация жасаңыз. Ұрғыңыз кеп баратыр ма? Барыңызда кет қалыңыз, далаға шығып кетіңіз. Сөйтіп өзіңіз тәрбиеленіз. Далаға шыққан кезде, созылып жатқан кезде айтады ғой, ашу келген кезде тұрып тұрсаң отыр дейді. Отырып тұрсаң жат дейді. Ал егер болмай жатса далаға шығып кет, дәрет ал дейді. Ашу су басады дейді, суға түсіп ал дейді. Немесе суға түсуге кіріп кет. Өзіңді тәрбиеле. Или өзіңмен сөйлес, өзіңе айт, неге ашуланып тұрсың? Ол сен ойындағыдай болуға міндетті ма не? Сен айтқанның барлығы істелінуге міндетті ма не? Мысалға біз балаларға айтамыз, үй жина дейміз, неге жинамадың деп оны ұрамыз. Ол біздің айтқанымызды мүлдіксіз орындауға міндетті ма не? Ол робот емес қой. Ол біздің құлымыз емес. Ол бізді Алла Тағала аманат қылып уақытша аяққа тұрып кеткенше бізге берді. Уақытша аманаты ғой біздің. Сондықтан кейде ұрсып қоямыз, кейде айқайлап қоямыз жақсы болсын деп. Бірақ ол күнделікті болуға болмайды ол. Ол постоянно болуға болмайды. Ол аптасына 1-2 рет, аптасына 1-2 рет можно. Вот, сондықтан солай өздеріңізді тәрбиелейміз. Рахмет, Светлана ханым, Алла разы болсын сізге. Медитация қалай жасайды? Сізден ерке қызға билеп отырғаныңызды көріп, мен де ойба күшті мотивация бересіз дейді. Қайғана кетіп қалды, жаңа оқып атқаным. Люблю, благодарю дейді. Ерке қызға билеп отырғаныңызды көріп, мен де күнде қойып қоямын да. Ыдыс жуып жатып, балалар менімен бірге қуанып билейді. Биленіздер. Балаларыңызға қуаныш сыйлаңыздар. Күнделікті қуаныш сыйлап үйреніңіздер. Өзіңізге, балаларыңызға. Мына әлем бір қиналатын әлем емес қой. Өз-өзіңізді, мысалға мен бұрын балаларыма айтамын да, мен дінді қатты ұстанғанмын ғой. Дінді қатты ұстанғанымда өзімді де қинап жүргем, күйеуімді де қинап жүргем, балаларымды да қинап жүргем. Жақсы болсын деп жатырмын ғой, енді жаман болсын деп жатқан жоқ. Музыкада басқа.
адам үйде адам шаршайды, балалар шаршайды да өмірден түңіліп кетеді. Сондықтан мына әлемде Алла тағала бәріне разрешение берген, тек өзінің бір несі бар, Алла тағаланың бір заңдылықтары бар. Соны ұстан, әлемде ішше, бірақ ысырап етпе деген, сол сияқты өмір сүр, бірақ өзінің бір заңдылықтарын ұстан деген. Күйеуіне адал бол деген, жаңағы біреудің хақысын жеме деген, таразыдан жеме деген, сосын жаңағы сондай амалдарды айтқан Алла тағала, жаңағы кешірімді бол деген сияқты сондай нәрселерді айтқан. Оның барлығы бірақ біз үшін керек қой. Егер сен ер азаматына адал болатын болса, сен энергиян таза болады. Сен еркектермен жата беретін болсан, сен түпкі санан білмейді, қабылдай береді барлық нәрсені. Сосын ол жақсы ма жаман ба білмейді. Егер жаманшылықты қабылдай беретін болсан, ертең сен энергиян ластанып кетеді, жолың болмай бастайды. Сен өмірінде қиыншылықтар келе бастайды. Сондай жаман энергиялы адамдарды, жаман энергияларды, оқиғаларды өзіңіз тарта бересіз күнделікті. Түсінікті ма? Сондықтан энергияны таза ұстаудың бірден бір жолы ол күйеуіңізге адал болу. Ол мысалға ер мен әйел қосылған кезде энергиямен қатты болады. Мына ер адамның программасының бәрі саған барады, сенікі оған барады. Короче, қатты энергиямен болады. Сондықтан анау бүкіл жаманшылығы бар ма, бәрі сен әрбір клетканнан шығады, білесің ба? Сондықтан айтады, зинадан сақтан дейтіні содан ол. Сондықтан мына ажырасқан әйелдер бірден барып басқа біреуді меніңіз айналып жүрмесін. Бір жылдай өзіңізбен заниматься етіңіз, өзіңізді энергияңызды тазалаңыз, өзіңізді жаңағы аяққа тұрғызуға тырысыңыз да, содан кейін барып өзіңізге бір лайықты жігіт келеді ол, Сол бірден барып біреуге жармаса қалып, біреуіне ажырастыңдар да, екіншіне жармаса қалудың бәрібір сондай бір еркекті тартып аласыз да, оның қажеті жоқ. Кішкене санаңызды өзгертіңіздер. Кішкене ішкі әлеммен жұмыс жасаңыздар. Күйеуге шықпаған қыздар болса, мысалға, Сондықтан осылай терапияларға барып кішкене өзіңізбен бір жылдай занимация етіңіздер. Содан кейін барып бір жігіттер келе бастайды. Өзіңізге лайықты бір адамдар кездесе бастайды, солай қыздар. Ал күйеуі барлар адал болыңыз, адал бол дегенде қалай? Ойларыңызды мынау кішкентай ойдан басталады. Любой нәрсе кішкентай ойдан басталады. Мысалға өткенде айтты ғой, 25 жыл бұрынғы жүрген жігіті маған жазып жүр деді ғой. Сондықтан ол уже не істеді? Сөйлесіп көрейін ба деп ойлай бастады. Өйткені күйеу внимание бермейді. Күйеу оған қарамайды, бүйтпейді, сөйтпейді. Баратта сөйлесіп көреді, бүйтеді, сөйтеді. Содан кейін арты соны бір үлкен бір неге алып келеді. Бір қарым қатынасқа алып келеді. Содан кейін әйел өзін кешірмейді ол. Никак кешірмейді. Қанша осы терапияларға қаншама қатысып, сосын барып өзін босатады. Оған дейін іште өзін жейді, күйеуін бетіне қарай алмайды, балаларының алдында кінәлі сезіне бастайды. Ол деген кішкентай бір нәрсе, бірақ үлкен адам өміріне зиян тигізеді. Сондықтан ойымызды әр нәрсеге бұра бермеңіздер. Ойымызды сақтаймыз, таза ұстаймыз өзімізді, энергиямызды таза ұстайық, жақсы ма? Өзімізге ол пайдалы, өзімізге зиян болғандықтан Алла тағала бізге запрет берген. Мысалға сен біреудің хақысын жедің ба, сен ұмыт кетесің, ол әлемде энергиясы жүреді, саған бәрібір келеді, өткен ол баланнан шығып атады, или бір қарызға кіріп кетесің, сондай бұл қаяқтан келген білмейсің, ал бірақ біреудің кішкентай хақысын жеп қойғансың да. Түсінікті ма? Сол сияқты біреу таразыдан жедің деген сияқты. Бұның барлығы энергия ғой, қыздар. Сондықтан энергиямызды таза ұстаймыз, энергияны таза ұстаудың ең бірден бір жолы Алламен байланыс. Егер Алламен байланысыңыз болса, сіздің энергияңыз таза болады. Аллах тағала бар, мені көріп тұр деп ойлайтын болсаңыз, мен арамдық жасайын деп атсам да, Алла бар деп мен жасамаймын, Алла көріп тұр ғой деп, біреуге қарым қатынасқа барайын деп атсам да, мені ешкім көрмесе де Алла көріп тұр деп ойлаймын. Ертең Алланың алдында жауап берем ғой деп. Сонда энергияны таза ұстаудың бірден бір несі ол Алламен байланыс. Содан кейін жаңағы не? Содан кейін өзіңізге пайдалы ғой, бар Алламен байланыс, ол уже энергияны тазалау. Дұғалар оқу, сүрелер оқу, сондай энергияны қатты тазалайды қыздар. Дұға, сүрелер деген энергияны қатты тазалайды. Содан кейін таңғы жүрістерге шығу, кітаптар оқу, ойынды тазаласан, сен энергияны тазаланады. Ойын өзгерсе, өмірін өзгереді деген сондан ғой. Сондықтан қыздар, осындай амалдарды не қыламыз?
кеттік ал. Что мотивация бересіз дейді. Дәрет алу керек дейді. Иә, дәрет алу керек болғанда, енді дәретпен жүрмесеңіз де ғұсылмен жүріп үйреніңіз. Ғұсыл деген ол күйеу мен әйелінің ара қатынасы болады ғой. Содан кейін обязательно жуыну керек. Өйткені ер адамның бәрінің несі андай не дейді, нәжісі мындай не ұрығы дей ма, сол әрбір клеткасынан шығып кетеді, әрбір шашының клеткасынан шығып кетеді. Сондықтан обязательно бисмиллях деп бастап жуыну керек. Бүкіл жеріне мұрынды 3 рет, аузынды 3 рет шайып, құлағынды и жаңа кіндік дейді ғой, барлық жерге су тию керек. 3 рет саясың, мұрныңды, аузыңды 3 рет саясың, и дененің барлығына су тигізесің. Шашының әрбір арасына су тигізесің. Түбіне ше, сөйтіп жуынасың. Сосын шыққаннан кейін калима шахадатымызды айтамыз. Уже автоматым біз ғұсыл құйынған боламыз, таза боламыз. Ғұсыл құйынбағанынан жеріңіз жеркенеді дейді. Содан кейін сіздің істеген тамағыңыз бәрі таза болады да, ғұсыл құйынып жүрсеңіз. Дәретті болып жүрмесеңіздер де ғұсыл құйынып жүріңіздер. Ол қашан күйеу мен әйел ер қарым қатынаста болғаннан кейін, месячный келіп кеткеннен кейін, сосын жаңағы бала туғаннан кейін 40 күннен кейін қыздар таза жүріп, энергиямызды таза ұстаймыз. Егер сіз жуынбайтын болсаңыз, күйеуіңізбен қарым қатынастан кейін сіздің энергияңыз бәрі ішкі әлеміңіз лас болып тұрады. Сондықтан жаман нәрселер жақындай береді, жолыңыз болмайды деген сияқты ғой, түсінікті ма? Сондықтан энергиямызды таза ұстаймыз. Үйді де жуған кезде дұғамен жаңағы жусаңыз, тілек айтып, Аллах тағала жолымды тазалай көр, үйімді тазалай, үйіме бақ берекет қондыра көр деген сияқты сондаймен жуатын болсаң, сіздің үйіңіздің де энергиясы таза болады. Біреуге бар тазалатудың қажеті жоқ, өзіңіз тазалап жүре бересіз. Я дұрыс тұнып тұрған энциклопедия дейді. Сын ғой дейді. Жаным, сол Жазира ханым, қалайсыз? Менде зарядка өшейін деп тұр. Мен сақтап қояйын, сосын көре бересіздер. Кеше ғана 40-38 қыздардың 34-ке келінге ұрыстым. Туған күніме бәрін өзім дайындадым. Бір қамырды салып алуды 3 сағат жүрді, әрі берді. Содан қонақ күткеннен кейін ұрыстым. Өзім шаршап қалдым түнде дейді. Саламатсыз ба? Прямой эфирде медитация жасайықсы, уақытыңыз болса дейді. Жақсы жасаймыз, Құдай қаласа. Энергиям кетті дейді. Іштен кетпейді, арасында болып тұрады. Ал жақсы сау саламатта болыңыздар. Күшті нәрселер айттым, осыларды өмірлеріңізге қолданыңыздар. Сосын не қылады? Қыздар, мен Құдай қаласа терапиямен барам. Қыздар, бұл терапия, қыздар. Бұл тренинг емес, терапия. Бұдан кейін өзгереді, ішкі түпкі саналарыңыз өзгереді. Түпкі сана өзгерсе, өмір өзгереді. Мен терапия кейінге бәрін түсіндіріп айтатын болам. Жақсы ма? Ақтауда 10 күні болам. Алматыда 11 күні болам. Таразда 17-сі, Шымкентте 18-і, Қызылордада 27-сі болам. Түркістанда 28-і болам. Жазыламыз, қыздар. 10 адам қабылдаймын. Қыздар, талпа адам келмейді. Орын саны шектеулі 10 адам. Жақсы ма? Несі де қатты қымбат емес, қатты арзан емес, средний бағада. Давайте кеттік ал, мен сақтап үлгерейін, өшіп қалады қазір.